Құрметті талапкерлер және шетелге грант іздеушілер, сіздер үшін керемет мүмкіндік туралы хабарлағым келіп тұр. Венгрия, яғни Мажарстан мемлекетіне стипендиум хунгарикум бағдарламасына тапсыру мүмкіндігі әлі де бар. Соңғы мерзім 24 қаңтарға дейін сіздер өз құжаттарыңызды тапсыра аласыздар. Мажарстан мемлекетіне сіздер докторантура, магистратура, бакалавр бағытында грантқа ие бола аласыздар. Ол үшін болашақ сайтына кіріп барлық ақпаратты алуға болады. Жалпы Мажарстанда, яғни Венгрияда сіздер медициналық, гуманитарлық, немесе математикалық, физикалық, инженерлік бағытта білім алу мүмкіндіктеріңіз бар. Сол мүмкіндікті жіберіп алмай, жылдам осы 10 күннің ішінде құжат тапсыруларыңызды сұраймын. Егер де тегін грантқа ие болсаңыздар, көптеген мүмкіндіктеріңіз бар. Жалпы Мажарстан, Венгрия, ол Еуропаның ортасында орналасқан керемет мемлекет, 10 миллионнан астам халқы бар. Негізгі тілдері мажар тілі, ол тілді де үйрену мүмкіндігі бар. Яғни, егер сіздер ағылшын тілін білмесеңіздер, онда мажар тілінде оқу мүмкіндіктеріңіз бар. Яғни, ағылшын тілін білу міндетті емес. Сіздерге ақпаратты жылдам табу үшін мінекей болашақ сайтынан үзінді келтіріп отырмын. Стипендиум хунгарикум стипендиялық бағдарламасы дейді. Осыған кірсеңіздер толық ақпарат жазылған. Және сіздер құжаттарыңызды Астанаға, яғни Нұр-Сұлтан қаласына келіп жеткізу міндетті емес. Ол үшін тек егов арқылы құжат тапсыра аласыздар. Келесі видеоларда сіздерге Венгрия, оның ішінде Венгрия астанасы Будапешт туралы кішкене ақпарат бергім келеді. Будапешт өте әдемі қалалардың бірі. Еуропаның өзге мемлекеттермен салыстырғанда арзан деп есептелінеді. Өте тарихи қала, тарихи ғимараттар көптеп орналасқан. Менің каналымнан басқа да видеоларды көріп, мажар халқы туралы, оның дәстүрі туралы, жалпы тыныс тіршілігі, өмірі туралы көптеген ақпаратты ала аласыздар. Мажарстанда көлік инфрақұрылымы өте жақсы дамыған. Студенттерге 50% көп жерлерде жеңілдік беріледі. Сондықтан Мажарстанда оқу көптеген қазақ жастарының арманы деп есептеймін. Және тағы бір айта кетерлігі, егер сіздер стипендиум хунгарикум бағдарламасының иегері атансаңыз, грант иесі атансаңыз, сізге қосымша шәкіртақы, яғни стипендия төленеді. Бұл да жастарға үлкен көмек деп есептеймін. Және Венгрияның маған ұнайтын тағы бір жері, мұнда ауа райы өте қолайлы, қысы өте әдемі, жұмсақ. Сондықтан Мажарстанға қош келіпсіздер. Тек қана Мажарстан емес, басқа да мемлекеттерге стипендияларды іздеушілерге тек қана сәттілік тілеймін. Менің каналымнан қосымша ақпараттарды біле аласыздар. Польша, Еуропаның басқа мемлекеттері жөнінде ақпаратты жақын уақытта ұсынамын. Дәл қазіргі уақыт грантқа тапсырудың негізгі уақыты.